Мінекей мен 28 қатар тоқып шықтым. Ұзындығын көрейік. Жиырма сегіз сантиметр екен. Ұзындығы 28 сантиметр. Енді біз арты жағындағы қалдырған едік қой. Осыны тоқитын боламыз. Мына алдын бірінші бастаған кезде осындай жіп қалған болатын. Сол жіпті былай қойып, мына қалдырғанның қақ ортасынан бастайтын боламыз. Жіпті ілмек тоқып аламыз. Енді осы ілмекті жаңағы айтқанымдай мына жіпті істедік. Тоққан қалдырған арқамыздың қақ ортасынан осы ілмекті шығарып аламыз. Енді без накида бір ілмек тоқып аламыз. Енді без накида тоқып шығамыз. Әр арқадан екеуден. Мінекей. Біреу. Екеу. Келесіден. Біреу. Екеу. Келесіден. Біреу, екеу. Келесіден. Біреу, екеу. Мінекей, алып тастадық артық жіпті. Енді 45 ілмек тоқып аламыз. Мінекей 45 ілмек тоқып шықтық. Мынау өрме жағы, өрме беті. Біз бұл өрме бетінен емес, аударамыз. Артқы бетінен тоқитын боламыз. Мінекей, мына жерде мынандай ортасында ілмек бар. Сол ілмекке соединительный тоқимыз. Мінекей. Тағы да мына ортадағы ілмек, осыған соединительный тоқимыз. Ортадағы ілмек, мінекей, соған соединительный тоқимыз. Ортадағы ілмекке соединительный тоқимыз. Ортадағы ілмекке соединительный тоқимыз. Ортадағы ілмекке соединительный тоқимыз. Мінекей. Сонда бізден андай әдемі бау шығады. Осы баудың соңына дейін өзіміз тоқып шығамыз. Мінекей біз тоқып шықтық. Енді сол арқаға күртікті кіргізіп, жіпті іліп алып,
соединительный тоқимыз. Сосын бір ілмек тоқып аламыз. Енді келесі арқаға соединительный тоқимыз. Бір ілмек тоқып аламыз. Келесі арқаға соединительный тоқимыз. Бір ілмек тоқып аламыз. Келесі арқаға соединительный тоқимыз. Бір ілмек тоқып аламыз. Соединительный тоқимыз. Бір ілмек тоқып аламыз. Соединительный, яғни біріктіріп тоқимыз. Бір ілмек тоқимыз. Келесіден соединительный тоқимыз. Бір ілмек тоқимыз. Келесіден соединительный тоқимыз. Бір ілмек тоқимыз. Мінеке, сонда бізден андай ирелек, змейка сияқты узор шығады. Осы қатарды, осы мойнын полный барлығын екінші шетіне дейін тоқып шығамыз. Мінекей, тоқып шықтық екінші шетіне дейін. Енді 45 ілмек тоқып аламыз. Осылай 45 ілмек тоқып шығамыз. Мінекей, тоқып шықтық. Мына бізде оң беті, біз оны төңкереміз. Төңкеріп, мына жердегі артындағы ортада тұрған ілмектен тоқитын боламыз. Мінекей, осы ілмектен соединительный тоқимыз. Келесі тағы да ортаңғы ілмектен аламыз. Соединительный тоқимыз. Келесі тағы да ортаңғыдан ілмектен аламыз. Соединительный тоқимыз. Келесі тағы да ортадан ілмектен аламыз. Соединительный тоқимыз. Ортадағы ілмектен аламыз. Соединительный, яғни біріктіріп тоқимыз. Ортадан ілмектен аламыз. Соединительный тоқимыз. Ортадан аласың. Соединительный шығарып, осылай тоқимыз. Сонда бізден ондай әп-әдемі бау шығады. Соңына дейін тоқып шығамыз. Мінекей, тоқып шықтық бауымызды. Енді мінекей, тоқып шықтық. Енді әрі қарай арқаға алып, 5 накида біреу тоқимыз. Тағы да біреу тоқимыз. Келесі арқаға біреу, екеу. Әр арқадан екеуден тоқимыз. Келесіден біреу, екеу. Келесі соңғысы біреу, екеу. Енді мына жерден гүлдің үстінен біреу тоқимыз. Енді екеуін біріктіреміз.
біріншісіне ең бірінші алған мінекей осылай осылай біріктіреміз. Енді қалғаны жіптерді жасырасыздар. Сонымен мінекей осылай бауын артына байлап қоямыз. Мінекей бізде осындай көйлек шықты. Бұл 6 жастан до 1 жасқа дейін. Менде 28 қатар тоқыдым. 28 қатар 28 сантиметр шықты. Енді сіздерде дәл менікі сияқты жіппен тоқсаңыздар, дәл осылай шығады. Ендеше сіздерге келесі видеода кездескенше деймін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуларыңызды сұраймын. Пікір бөліміне пікір қалдырып кетіңіздер. Рахмет, пока!